Сәлем баршаңызға. Бүгін осы көпшілігіңізді мазалайтын Pixart'ың көбейіп кеткен памяты, яғни керек емес папкілер болады. Оның ішінде соны өшіру жолдарын мен сіздерге көрсетемін. Көбісі сұрап жатады, менде 600 мегабайт, бәрімізде сол мәселе мазалайды. Қазір соны сіздерге толық көрсетемін. Қандай папкілерді өшіру керек? Мен оны толық зерттеп барып істегенмін. Мінекей, Pixart'қа кірсеңіздер, мынау бір П Pixart'ың значогы бар, міне. Қараңыздар, анау жігіттің суретінде П деген значок тұр. Сол значоктар қазір бізде мой файлдың ішінде тұрады. Мой файлға кіресіздер, жоғарыда 3 нүктені аласыздар. Настройка кіріп, показать скрит файл. Осыны птичка қоясыздар. Енді память устройствоға кіресіздер. Память устройствоға кіріп, Pixartқа кіресіздер. Pixartты тауып, вот Pixart. Енді мінекей, мына жерде қазір мен сіздерге көрсетемін. Керек емес папкалар осылай ашылады бізде. Мінекей, бірінші, екінші, мына темп деген папка. Осы мен птичка қойып жатқан папкалар бізге керек емес, өшірілу керек. Әр фотошоптан кейін өшіріліп тұру керек. Мен бұларды әптен уже толық зерттегем. Неге десеңіздер, біз әрбір фотошоп жасап болғасын, әрбір эффект қолданғасын, осылар автоматически загрузка болып біздің немізге түсе береді. Мінекей, жаңа ғана мен редактор, сіздер бір фотоны Pixartқа салсаңыздар, осы папка көрінбейтін папка есебінде осы папка тұрады. Мінекей. Енді мынау бұл қалай айтсам, бұл да соның ішіне, мысалы мінекей датасына қараңыздар, 05 кеше ғана мен шұқылағым. Бұл да бір басқа бір эффект немесе маска, басқа да бір нелерді қолдансам, автоматически осылай папка ашылып сақталына береді. Мінекей, осы папкаға тиіспейсіздер, бірақ осыны өшіріп алмаңыздар. Ең қауіптісі осы. Фонд кешіріңіз, соны өшірмейсіздер. Мінекей, Pixart эффект, сіздер эффект қолданасыздар ғой, эффект. Сол эффект басқан кезде де загрузка кетеді. Ол загрузка мінекей 0.6 мен бүгін ғана қолданылған нелер осылай 2 мегабайт, не мегабайт болып біздің памятымызды алып тұра береді. Мінекей, project деген ол біздің істеген фотошопымыздың, в общем, проекті. Сол мінекей маска мына жерде, басқа да көрдіңіздер, маска қолдансаңыздар дәл осылай памятке түсе береді. Жоғарыдан бастап мінекей осы 1, 2, 3, 4, 5, мінекей және соңғы 6. Мұқият қараңыздар. Жоқ, мой новый, соңғы жоғарысына. Мұқият қараңыздар, басқа папканы өшіріп алмаңыздар. Тек осы видеода көрсетілген. Мінекей свойствосы осы 5 папканы 129 мегабайт. Мен кеше ғана өшіргем. Сіздерде бұл одан да көп болып тұрады. Удалить ету. Бастысы, басқа мінекей осы папкалар қалу керек, басқасына тиісіп қоймаңыздар. Мінекей болды. Енді Айназ есімді қыз кеше түсінбей жатырмын деген еді, сол бірінен көрсете кетейін, қосымша сабақта дегеннен. Бұған келесі сабақ бізде ұзақ болып кетейін деп тұр. Инструментке кіресін Айназ, мінекей қызылмен белгіленген соған кіріп, мінекей бояғышты аласың бірінші, сол жерден настройкасын істеп аламыз. Размерін кішірейтеміз. Окей, үшінші твердості барынша азайтамыз. Жоқ қылып жібермейсіз, барынша азайтып қоямыз. Енді суретке жақындатасыз, барынша жақындатасыз. Окей. Ана біріншіге қойып алып, мінекей дәл осылай ерінбей өшіріп шығасыз. Мінекей твердості көбейткенде болмайды, бұны тек твердості азайтып қана істелінеді. Мінекей қазір артқа көрсетейін. Мінекей дәл осылай өшіріледі. Бұны үлкейтіп алсаңыздар да болды. Размерін қазір үлкейтіп көрсете салайын. Размерін үлкейт, неге мен кішірейт деп айтам? Размерін үлкейткенде жан-жағынан керек емес тағы да бір эффекттер, мысалы бір миллисантиметр жүргендегі бір жерде ломы болса, қара шеттегі қара ортаға түсіп қалуы мүмкін. Мінекей байқасаңыздар көзге байқалып тұр, аның ішіндегі. Дәл осылай жасайсың Айназ. Мінекей мен сіздерге осы қысқаша түсіндіріп өттім. Мінекей экранда көрсетіліп тұрған осы недостаточный память жоюдың жолдарын көрсеңіздер, ода да сіздердің соткаңыздың памятін өшіруді көрсетеді. Сау болыңыздар.